Бозторғайдың жаралуы. Адам ата мен Хауана жерде тіршілігін түлеткен сәтте қауіп-қатер көп еді. Жын-перілер түрлі аңның бейнесіне келіп, оларды өлтірмек болыпты. Бір күні бір қара дию жыланның кейпіне еніп, үйді торауылдап жүреді. Адам атаның өріске кетіп, Хауананың ошақ басында жүрген сәтін пайдаланып, кигіз үйге лып беріп кіріп кетеді. Бұрыш-бұрышпен үнсіз жорғалап, бесікте жатқан бөбектерге таяйды. Тәтті ұйқының құшағында жатқан егіз сәбиді шағып өлтіруді ойлайды. Тілін бөпенің бетіне жақындатқаны сол еді, шыр-шыр еткен дыбысты естиді. Жалт қараса, ғайыптан титімдей торғай пайда болыпты. Ол тыным таппай шырылдап ұшып жүреді. Жылан оған атылып, қанша ұмтылса да ұстай алмайды. Бозторғайдың шырылдаған үнін естіп, Хауана мен Адам ата жүгіріп келеді. Жылан бозторғайды ұстай алмай әлі қуалап жүр екен. Адам ата 8 өрім қамшымен жыланды салып кеп жібереді. Сол сәтте ол диюға айналып, үйден қаша жөнеледі. Торғай Хауананың иығына қонады. Ол беймәлім құстың қайдан келгенін білмей таңырқайды. Хауананың игі әдеті, шашын тараған соң қылын жерге түсірмей, үнемі жинап жүреді екен. Жылан үйге келгенде, сол жиналған шашы Тәңірдің құдіретімен торғайға айналыпты. Сөйтіп, сәбилерін аман сақтаған екен. Адам ата торғайды алақанына салып: «Бәрекелді боз құсым, Тәңірім бұл торғайды бәле-жәледен жырақ қылсын, өзіне көк шалғынды даланы тұрақ қылсын, әсем үн бер, үніне бүкіл ғалам құлақ түрсін», деп батасын береді. Содан боз торғайға әсем дауыс дариды. Осылай құлқын сәріден сайрағанда, барша жаратылыс қыбыр етпей елтіп тыңдапты. Даусын естіген жан қайғы шерінен арылады екен, тоқтамай тағы сайрашы деп жалынады екен. Осыдан бастап жын-пері әйелдің шашына қас болыпты, ал боз торғай адаммен дос болыпты. Адам атаның қамшысы қатты тигені сонша, жын-перілер қамшыленген үйге жоламайды екен. Әйелдің шашын далаға тастамай жинап жүру осы оқиғадан тыйым болып таралыпты. Боз торғай алғаш рет Хауананың шашынан жаралғандықтан, оны нақақ өлтірген адам Хауананың наласына ұшырайды деседі.